Балалар, бүгін сабақта біз теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шешеміз. Оны қалай түрлендіреміз? Егер теңдеудің оң жақ немесе сол жақ, қазір мен жазамын. 5х қосу 2х тең 49. Осы жердегі мынау сол жағымыз, мынау оң жағымыз. Енді сол жақ, оң жақтағы бөлігіндегі түрленетін өрнектер болатын болса, онда алдымен оларды ықшамдап аламыз. Ықшамдап алу деген сөз, мынаны кішірейтіп алу. 5х қосу 2х деп жатпаймыз. Осы екеуін қосқанда қанша шығады? 5-ке 2-ні қосқанда 7 шығады. Қасындағы мына х-сы қасында тұрады. Қасында ілесіп келіп тұрады. Мына уже мына екеуін біз ықшамдадық. Мына үлкен көп саннан мынау ғана сан шықты. Тең қалғаны не қалды? 49 қалды. Міне ықшамдап қарапайымға айналдырып алдық. Енді мына тұрған х-ті сыртқа шығарамыз. Х тең. Теңнен кейін тұрған санды жазамыз. Үлкенді бірінші жазамыз әрқашанда. Тең үлкен болса амалды өзгертіп көреміз. Мына жерде неге мен бөлдім? Өйткені мына жерде ештеңе жоқ қой арасында. Бірақ бұның арасында естеріңде болсын. Жасырын тұрған көбейту бар. Яғни көбейтуді неге алмастырып жатырмын? Бөлуге алмастырып жатырмын. Сөйтемді мына келесі екінші санды жазамын. Болды, х тең. Мына екеуін бөлгенде қанша шығады? 7 шығады. 49-ның 7-ның таблицасында 49 болатын қандай сан? 7 жердегі 7 көбейткенде 49 шығады. Сынайын, бұның мәні 7 деген сөз. Енді тексереміз. Төбедегі бастапқыдағыны ықшамдағанымызды қайтадан ашамыз. 5. Мына жерде мен бағана айттым, екеуінің ортасында жасырын тұрған көбейту бар деп. Сол көбейтуді ашып жазамыз. Көбейту. Мынау х-тың орнына қазір таптық. Қандай сан? 7. 7-ні қоямыз. Ары қарай қосылу тұр. Келесі 2х-ті тағы да ашып жазамыз. 2. х-тың екеуінің ортасында көбейту жасырын тұр. Мынау шыққан 7-ні жазамыз х-тың орнына. Тең. Енді тексеріп көреміз. 49 деп тұр. Мына 49. Енді тексеріп көреміз. Мына екеуінен қанша шығады? 35 шығады. Қосу жазамыз. Мына екеуінен 14 шығады. Тең 49. Тексеріп көрейік алып. 35 пен 14 қосы 49 шыға ма? Шығады. Яғни өрнекті, теңдеуді ықшамдау деген осы. Мына берілген оң жақ, сол жақтағыларға қарап, бір-бірін алдымен өрнекті ықшамдап алып, содан кейін ғана теңдеудің шешуін табатын боламыз. Түсінікті ма балалар? Түсінікті. Балалар, теңдеуді ықшамдауды түсінсеңдер, астына комментарийға түсіндім деп жазып кеттіңдер.